Саламатсыздар, қазақтың арыс ұлдары мен қыздары. Шыңдал каналына қош келдіңіз. Шыңдал каналы ағартушылық, психологиялық, рухани бағытта жұмыс жүргізетін канал. Бұл каналдың жүргізушісі мен психолог-тренер Салихова Тамара. Бүгінгі сұхбатымызда мен қысқаша даму жөнінде әңгіме айтқым келіп тұр. Даму, адамның жан-жақты дамуы. Қазіргі заман бірнеше есе жылдамдықпен шапшаң алға дамуда. Сондықтан да адамның да заманның көшіне ілесіп жан-жақты дамуы бұл қоғамдағы ең басты мәселелердің бірі. Адамның жан-жақты дамуын мен үш жікке бөліп қарастырамын. Бұл ақыл ойдың дамуы, бұл рухани даму және бұл дененің дамуы. Ең алғашқы бірінші жігіміз ол ақыл ойдың дамуы. Бұған не қосуға болады? Бұл балаңыздың мектеп бітіргеннен кейін міндетті түрде орта білім болсын, жоғары білім болсын алуы, кәсіптік білімдер алуы, техникалық білімдер алуы және осы білімді міндетті түрде жетілдіруі, өзінің кәсібін әрі қарай жетілдіре беруі. Бұл тек қана жастарға емес, бұл біз қатарлы орта жастағы адамдарға да арналады. Сонымен қатар қосымша мамандықтарды меңгеруі, қосымша салаларды, қосымша кәсіпті меңгеруі. Жігітке жеті түрлі өнерде аз дейді, бұл қыздарға да айтылатын жағдай. Себебі қазіргі уақытта міндетті түрде бір ғана саламен шектеліп қалмай, бірнеше қосымша салаларды меңгерген дұрыс. Өйткені адамның табысы тек қана бір мамандықты меңгерумен, бір мамандық бойынша жұмыс істеумен ғана шектелмейді. Сонымен үйде отырып та қазір жастарға көптеген білімдерді меңгеруге болады, көптеген мамандықты игеруге болады. Тамақ пісіру болсын, іс тігу болсын, би билеу болсын, тағы да көптеген мамандықтар. Сонымен қатар ақыл ойдың дамуына шет тілдерді үйрену де кіреді. Бос уақытыңызда шет тілдер үйренуге болады, немесе басқа елдің өмірін, тіршілігін, тынысын зерттеуге болады. Бұл да ақыл ойдың дамуына жатады. Өне бойы миды жетілдіріп отыру керек. Мидың жұмысы тоқтамау керек. Ми өне бойы даму, жетілу үстінде болу керек. Болмаса көбейту таблетасын қайталауға болады орта жастағы адамдарға. Өйткені егер де қайталамасаң, көбейту таблетасын ұмытып қалуы мүмкін. Болмаса бір тақпақтар жаттауға болады, өлеңдер жаттауға болады. Бұлардың бәрі ақыл ойдың дамуына үлкен мидың жетілу жұмысына, мидың жұмыс істеуіне үлкен септігін тигізеді. Екінші даму бұл дененің дамуы. Дененің дамуы. Бұған дене жаттығу жұмыстары кіреді. Бұл енді дене жаттығу жұмыстары өзіңізге байланысты. Біреуіңізге баскетбол ұнайды, біреуіңізге волейбол, біреуіңізге футбол, біреуіңізге йога жаттығулары ұнайды, біреулеріңізге бассейнге барып суда шомылу ұнайды, және тағы да басқа. Біреуіңізге би ұнауы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде таңертеңгілік 5-10 минуттық жаттығу жасап, өзіңіздің денеңізге көңіл бөліп, сонымен қатар қосымша егер сізге би ұнаса, бимен шұғылдануға болады, болмаса тағы да басқа спорттың басқа түрлерімен уақытыңызды өткізуге болады. Адамның жасы ұлғая келе, оның бұлшықеттері босаңси бастайды. Сондықтан да бұлшықеттерімізді қалыпқа келтіріп, шынықтырып, өзінің бастапқы қалпында ұстауға болады. Бұл дененің дамуы деп айтайық. Үшінші дамуымыз бұл рухани даму. Рухани даму бұған не жатады? Бұған рухани дамуға сіздің өзіңіздің денеңізді, жалпы ойыңызды, жүрегіңізді таза ұстау жатады. Ол үшін не істеуге болады? Ол үшін ойшылдардың кітабын оқуға болады. Ол үшін кемеңгер, білімді кісілермен әңгімелесуге болады. Болмаса кемеңгер, дана, ақылгөй қариялармен әңгімелесіп, үлкен кісінің қасына отырып, олардың шежіресін тыңдауға болады. Бұл да рухани дамуға үлкен әсерін тигізеді. Болмаса кейде мұқтаж адамдарға көмектесу, ақшалай болсын, киіммен болсын, міндетті түрде жаңағы қолпаштар көмектесу, бұл да рухани дамуға жатады. Жалпы осы, егер де сіздің қосарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырыңыз. Мен өзімнің ойымды сізбен бөлістім.
тағы да бір айтуға кететін нәрсе, кейбіреулер қазір рухани дамуға намаз оқумен рухани дамуын да толықтыратын. Бұл да жаман емес деп ойлаймын. Сонымен осы менің сұхбатымды аяқтаймын. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, пікір алмасып отырайық. Сонымен көріскенше күн нұрлы болсын ағайын. Сау саламатта болыңыздар.